Бүгін Достық үйінде ерекше байқаудың қорытындысы шығарылды. Бұл жолы додаға дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері қатысты. Елдің 10 өңірінен келген спорт педагогтері 2 күн бойы өз шеберліктерін көрсетіп, үздік атану үшін бақ сынады. Байқау барысында қатысушылар теориялық және тәжірибелік тапсырмаларды орындады. Бүгін жеңімпаздар анықталып, салтанатты марапаттау рәсімі өтті. Конкурс 4 модуль бойынша өтті. Бірінші модульде қатысушылар өздерін таныстырып, педагогикалық тәжірибесін таныстырды. Екінші модульде сабақ жоспары мен әдістемелік жұмыстарын қорғады. Ал бүгінгі финалдық кезеңде 3 және 4 модульдер бойынша бақ сынады. 3 модульде педагогтар өз жұмысын негізгі бөлігін сарапшылар алдында 15 минут ішінде көрсетсе, 4 модульде шеберлік сағатын өткізіп, заманауи әдіс-тәсілдер мен кәсіби шеберліктерін паш етті. Жеңімпаздар CIS платформасы арқылы шығарылған қорытынды нәтижелер негізінде анықталып, дипломдармен және білім басқармасының арнайы төсбелгісімен марапатталды. Жеңімпаздарды CIS платформасы арқылы балдары нәтижесі шығатын болады. Сосын жүлдекерлерге арнайы төсбелгі тағайындалған білім басқармасынан ұйымдастырумен, сол төсбелгімен немен марапатталатын болады. 2 күнге созылған қызу бәсекенің жеңімпаздары анықталды. Бірінші орында Қарағанды облысының өкілі Анастасия Шенвельд жеңіп алды. Екінші орын Қызылорда облысынан келген Дулат Болотбекұлына бұйырды. Үшінші орында Алматы облысының өкілі Үміт Салахатова тұрды. Осы кәсіби шеберлік конкурсында 4 модульдан тұрды. Бірінші модульда бізде таныстыруды өттік. Екінші модульда қымыжыны құрастыру болды. Ол кезде кішкене қиындықтар туды. Ешқандай қолдануға болмайды. Барлық білімімізді сол дүниеге салдық. Ал уже 3-4 модульдарда біз уже өзіміздің шеберлігімізді көрсеттік. Қалай, қандай әдіс тәсілдермен сабақты өтуіміз керек, шеберімізді көрсеттік. Конкурс өз мәресіне жетті. Дегенмен мұндағы басты нәтиже тек жеңіс пен орындар емес, ең басты тәжірибе алмасу алаңы қалыптасты. Республиканың 10 өңірінен жиналған педагогтар Тараз төрінде жаңа әдістермен танысып, кәсіби байланыстарын нығайтты. Бекзат Әшірбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Құстаубек, 24 News.